Таштам осындай бір смс кепті да бүгін. Сынып жүрін дейді да, короче. Енді мен айтарым саған, несін сынасың деп ойлаймын да. Как өзім лично ойым. Пока сен сынып, ламиц етіп, жұмысының бәрін жайына қалдырып, не істеріңді білмей, өз-өзіңмен алысып, арпалысып жүрген кезде ол уже либо біреумен переписываться етіп жатыр, либо свиданиеда жүр, либо білмеймін мен, біреумен дос болып жүрмегенін деп қоясың ғой, короче. Кім біледі оны? Цель қой алдыңа, мақсат қой. Сол мақсатыңа жетуге тырыс, өз-өзің занимать ет. Просто саған советім. Ақша көп тап, заман ақшаны талап етеді, қазір по-любому. Өз-өзің жақсы көрсейші үшін. Сол кезде сенде бәрі топ болады, бәрі жақсы болады. Артық ештеңе айта алмаймын, мен коуч емеспін ғой. Тек қана айтарым осы. Бүгін бізде съемка болады, фэшн видео түсіреміз. Міне, осылай қап-қара болып киініп алды. Ұлы тұлға болып тұрсыз ғой? Рахмет. Біртуар болып тұрсыз ғой? Дархан бар. Дархан бар, осындай күшті қылдырып, мына жерде видеоға түсетін боламыз. Дайынсыз ба? Дайын. Бұл? Сен? Сіз дайын болсаңыз, біз де дайынбыз. Zorlu işte. Kabulda ne işin ondan sonra olarak? Ne işin orada ölüyorum direkt? Kuzun cidim. Ne işin orada ölüyorum direkt? İstemiyordu. Canım istemiyor. Hoş. Сондай болсам жақсы көресің ба? Ya. Onda ne işin istemedin? Yok жалпы да өзіңнің ажарыңды өткізіп. Өзіңнің ажарыңды. Негізі сөйлеп стористарға шықпауыма біраз уақыт болыпты. Бірнеше сұраққа осылай жауап берейін. Қатты қызғанып жүрдіңіз ба дейді. Негізі мен өте қызғаншақ адаммын. Қатты прям собственница болып кетемін, тем более жақсы көрсем. И мен енді жақсы көріп, жақсы көрмейтінімді түсінбеймін ғой ең басында. И соған байланысты ең бастарында бүйтіп бір түрлі болып жүремін. Мынау что-то чувство деп ше, мысалы. Не үшін мен бұл адам қызғанып тұрмын? Бұл менің досым ғой, жай оған болады ғой енді. Ол біреумен танысу керек, біреумен үйлену керек деген сияқты. Енді миым солай деп тұр да, бірақ жүрегім олай демейді да, короче, жүрегім. Неге бұл олай істеп тұр, неге басқа қарап тұр, неге бұл басқаға сөйлеп тұр деген сияқты қылдырып, мен жаман қатты қызғаншақ адам екенмін, оказывается. Сол кезде түсінемін ғой. И одан бөлек Ернар тоже сондай кішкене адам екенімді біледі. Бүйтіп бір напрягаться етіліп, оған байланысты ондай жоқ. Ол біледі да. Шадым, не істеп жатсың? Сен туралы айтып отырмын. Сүрегім. Сөйтіп, маған повод бермейді, короче, қызғануыма. Осындай сұрақ келіпті, жаңа не үшін жасырып келдіңдер, сценарий ма дейді. Өзіңіз жауап беріңіз. Force, Engage, Mazars. Нені жасырдың именно, айтшы, Человек-паук екенді ма? Force, или to the game. Дұрыстап жауап бер. Болды. Жасырған жоқпыз ғой енді. Солай бұл ешкімді алдаған жоқпыз. Алланың алдында ақпыз. Кейбір адамдар оны дұрыс емес қабылдап жатыр енді. Халықтан жоғары тұрмаймыз ғой енді, солай ойласаңыздар, ол мүлдем олай емес. Біз қалаған дүниелер кейде болмайды, біз қалаған дүниелерге біз кейде бойсынбай қалып жатамыз, Алланың дегені болады, сондықтан да ол кездері сондай болу керек болды. Енді әркім өзінің сезімдері ішінде қызық бір сәттері болды ғой, бірақ қазір бізде барлығы жақсы, керемет, шүкір. Оның барлығы бірақ сценарий жасырып келу ондай дүние емес. Біз өзіміз де бір-біріміз жақсы көретін моментімізді сосын бар көзім жетті. Короче, достар, мне кажется, мен бірінші ұнатып қалдым да, содан кейін өзім айттым дейді. Короче, мынандай болды. Екеуміз бірдеңеге ұрысып қалдық, я жан? Иә. Бірдеңеге ұрысып қалдық, потом, короче, екеуміз 10 сағат телефонмен сөйлесеміз, таңға дейін телефонмен сөйлесеміз, и потом сөйтіп жүреді да, содан кейін не болып еді? Қай кезде айттың? Эфирде бір-екі момент болды, эфирде бір-екі момент болды, иә. Содан кейін мен, болды, типа, мен енді өзім қызғанып атқанымды ойбай, мен қызғанып атырмын деп айта алмаймын ғой, бірақ, нервім ауырып жүреді, қызғанып жүрем. И содан кейін бұл кісінің де сторонасынан сондай әңгіме болады, типа, мен де сен что-то қызғанатын сияқтымын деген. И потом, одан кейін барып, енді екеуміз түсініп жүрген жоқпыз ғой, не болып атқан ойландыш, енді 3 жыл родной деп жүрген адамдарымыз бір-бірімізге екеумізді түсініп атқан жоқпыз. Потом айттым, мен сені негізі. В общем, күндіз жетіп алып, келгенше тоқтамай машина айдап келдім өзім. Сөйтіп 2,5 сағат, 3 сағат ұйықтап, қазір тұрғанаға келдім.
тамақтануға бізде уақыт болмады. Өйткені қарным аш, ол емтиханада. Сосын су бола салатын әдетім бар. Сол өздеріңіз не істеп жатсыздар? Алматыны сағынып қалыппын, кәдімгідей. Білмеймін, Алматыға кетсем бір андай расслабиться етемше, жаным тынышталады, спокойно сезінемін. Қайырлы күн, достар, қалайсыздар? Алдын айта кеткен едім сіздерге, фитнеске жазылып жатырмын деп. Сол анандай күндер болғаннан кейін келе алмай жүрген едім. Енді денсаулығым барлығын ретке келтіріп, емделіп, толық спортқа оралып жатырмық. Оның ішінде боксқа және де басқа да спорт түрлері алдағы уақытта көретін боласыздар. Бүгін бокстен бастаймын деп шештім. Өйткені Виктория Секретстің модельдерінің өзі фитнестен бөлек бірінші очередте бокспен айналысады. Өйткені бокс адамның денін, фигурасын, тәнін толық әдемі қылып көрсетуге болады. Өйткені дененің барлық части тела жұмыс жасайды. Сол үшін де боксты қайтадан қолға алып жатырмық, чтобы денеміз, қолдарымыз әдемі, ключицы күшті болу үшін, сонымен қатар энергичный болу үшін. Сол қазір өзімнің сүйікті инвиктустамын. Осы бокстан кейін тағы да тренировкалар көрсетемін.